Қайырлы күн, құрметті менің көрермендерім. Бүгінгі видеомызда біз осындай курткаға замокты салуды үйренетін боламыз. Бұл куртка 5 класс оқушысына арналған куртке. Міне осы жерде линиялары бар, сызықтары бар куртка екен. Осыған қалай салуды үйретемін. Бірінші біз замокты булавка арқылы қыстырып тігіп алдық. Енді линиялар көрсетіп жатырмын. Линиялар тұрған жерге замоктың қарсы бетіндегі замокқа дәл сол линия бойынша булавка қыстырып белгі салып шығамыз. Өйткені біз қазір екінші беттегі замокты тігіп жатқан кезде осы линиялар бір-біріне сәйкес келуі керек. Сол себепті мен бұған қазір булавка қыстырып шығдым. Әр линия бойынша қыстырып, екінші замокты екінші бөлігіне қойып, сол белгіленген әрбір булавка бойынша линияларына сәйкестендіріп қайтадан қадап шығамын. Енді арнайы лапканың көмегімен осы замоктың үстінен бір тігіс жүргізетін боламын. Замоктың бегуногын байқап, өзіңізге қарай жылыштыңыз. Лапкаға тиіп, сынып кетуі мүмкін. Мен қазір видеода арнайы лапканың көмегімен тігіп жатырмын. Сіздерде солай қайталағаныңыз дұрыс. Міне, ең соңғы жүзін тіктік. Артық жіптерін қырып тастаймыз. Енді артық замоктың артық жерін алып тастадым. Қайтадан лапканы ауыстырамыз. Міне. Енді үстіне түзу бір тігіс жүргізіп шығамыз. Үстіне бір тігіс жүргізіп шықтым. Артық жерін ішіне қайырып, үстінен бастырып бір тігіп жіберіңіз. Екінші жағында дәл солай түзу тігіс жүргізіп шығамын. Енді замоктың бір-біріне жауып көрген кезде сіз жүрген линия сызықтары бір-біріне сәйкес келу керек. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.